Сондықтан да біз ең үздік дауыс үндестігі деп бұндай мамандар атындағы Сызған ауыл әкімшілігіне қарасты бізде тағы да ең үздік дауыс үндестігі деген бар. Бұл кісілердің де жұмыстарын мен білікті мамандармен ақылдастық. Әсіресе осыған ең үздік челлендж деп беріңіздер деп бізге өтінді. Бірақ біз ең үздік челлендж деп бере алмаймыз. Бәрі өздігімен жұмыс істеп жатыр. Сондықтан да біз ең үздік дауыс үндестігі деп бұндай мамандар ауданында емес, ауылдарда барына мен таң қалдым, өте риза болдым. Ең үздік дауыс үндестік Созақ ауданына қарасты ауылының атын ұмытып қалдым. Шабыт вокалды ән үйірмесі, Ғани Мұратбаев ауылы, қателеспесем. Солай ма? Қазір мен сіздерге айта салайыншы. Созақ ауданына қарасты Ғани Мұратбаев атындағы Сызған ауыл әкімшілігіне қарасты Ғани Мұратбаев атындағы жоғары оқу мектебінің шабыт вокалды ән үйірмесінің жастар үні осы нені алды, статуэтканы ең үздік дауыс үндестігі деген өте үлкен марапатқа. Мен бұл кісілер именно осы коллективтің жұмысына ешкіммен таласпай мен өзім бірінші орын ең үздік челлендж деп беруіме болар еді негізі. Бірақ бұл жерде енді біз сәл субодацияны ұстаймыз. Бұл кісілерге ең үздік тағы да айта кететін жайт, бұл кісілер өте жақсы дайындалған екен. Жаңа ең үздік жұлдызды челлендж деп бермекші болдық біз. Екі аудан, бір ауданнан екі не болып кетпесін деп жаңағы Шәмші Қалдаяқов ағамыздың теріскей әніне өздерінен шыққан өнер қайраткерлерін сөйтіп қосқан екен. Көптеген аудандар сөйтіп солай істеген өнер шеберлерін қосқан. Бірақ ең ұтымды режиссерлық жұмыспенен, дауысты бөлумен ерекшеленген осы Созақ ауданы маған бізге қатты ұнады. Бірақ оған берген жоқпыз, біз тек балалардың шабыт вокалды ән үйірмесіне бердік. Құтты болсын, құтты болсын. Сонымен қатар тағы да бір айта кететін бір аудан